Әлемдегі ең бай қуатты 5 әулеттің ішінде Ротшильд әулеті тек 2-ші орынға ие болады. 1-ші орындағыны сіз міндетті түрде танисыз. Осы күрделі әлемде кейбір отбасылар орасан байлыққа ие болып қана қоймай, саясаттың, экономиканың және қоғамның барлық деңгейлерінде өздерінің қуат желілерін үнсіз тоқып алады. Бүгін әлемдегі ең мықты 5 әулетті қадағалап көрейік. Жұртшылықтың назарындағы бизнес империялардан бастап, жаһандық қаржы нарығын, сахна артында басқаратын жасырын алыптарға дейін осы әулие деңгейіндегі отбасылардың қорқынышты пердесін ашып, аспандағы байлықтың артында жасырылған сиқырлы оқиғаларды зерттеп көрейік. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 5-ші Слим әулеті. Слим әулеті туралы айтқанда, Карлос Слимді атап өту керек. Егер әлемде бір тума инвестор болуы керек болса, Карлос солардың бірі болуы керек. Ол 12 жасында Мексика банкінің акцияларын сатып алып, 17 жасында әкесінің компаниясында биржалық трейдер болды. Содан кейін ол бірқатар компанияларды сатып алып, жылжымайтын мүлік, бөлшек сауда, темекі және басқа салалармен айналысты. Оның басшылығымен Слим отбасы Мексиканың капитал нарығындағы негізгі құрамдас индекстердің 1/3-ін құрады. 200-ден астам компаниялары бар. Карлос Латын Америкасындағы ең ірі телекоммуникациялық компанияға ие. Мобильді компаниялар жылына 20 миллиард ақш доллар табыс табады. Ол ең аз кезінде минутына 4000 ақш долларын таба алатын және адам тәрізді ақша басып шығаратын машина ретінде танымал болған. Оның жеке байлығы Мексиканың жылдық ішкі өнімнің 10%-ын құрайды. Бұл оған 2010-нан 2013 жылдар аралығында әлемнің ең бай адамы атағын сақтауға мүмкіндік берді. Жергілікті жердегі орасан байлығына қарамастан, Карлос өте үнемді өмір сүреді. Кейбір миллиардерлермен салыстырғанда, Карлос мексикалықтарға өте сараң сияқты әсер қалдырады. Оның жеке кеңсесі ескі ғимаратта орналасқан. Басқа дәулетті адамдармен салыстырғанда бұл өте ерсі көрінеді. Күнделікті мүлкін басқарумен қатар, Карлос қалған уақытын отбасымен өткізеді. Ол тіпті үйінде шағын Уолл-стрит құрып, шаруасы жоқ кезде 6 баласымен бірге биржа саудасымен айналысады. Қазіргі уақытта жартылай зейнетке шыққан Карлос қайырымдылықпен айналысады. Ол жүздеген мың колледж студенттеріне оқуын аяқтау үшін қамқорлық стипендия береді. Жергілікті кедейлік пен негізгі медициналық көмек сияқты мәселелерді шешу үшін 3 қайырымдылық ұйымын құрды. Бірақ соған қарамастан, Карлос Слимнің мексикалықтардың жүрегінде жақсы және жаман қасиеттері әлі де бар. Кейбір адамдар Слим отбасын Мексикада экономикалық монополияға ие болды және қайырымдылықтан әлдеқайда көп ақша табады деп сынайды. Бірақ егер сіз Мексикада туылған болсаңыз, өмір бойы Слим отбасынан аулақ бола алмайтыныңызды жоққа шығаруға болмайды. 4-ші Сауд корольдік отбасы. Барлығы Сауд Арабиясының корольдік отбасының сәнді өмірі туралы естіген. Оларда сансыз сарайлар, сәнді көліктер, зергерлік бұйымдар мен өнер туындылары бар. Олар сапарға шыққанда алтын түсті ұшақтармен ұшады. Түскенде құны 100 миллион болатын оқ өтпейтін көліктермен күтіп алады. Олар өздерімен бірге 500 тонна багажды алып жүре алады. Олардың бірі алтын жалатылған автоматты отырғызу вагоны және 2 ультра-люкс Mercedes-Benz көлігі болуы мүмкін. Бірақ олардың байлығының артында қандай хикаялар мен құпиялар жасырылғанын білесіз бе? Сауд Арабиясының корольдік отбасының байлығы негізінен мұнайдан келеді. Сауд Арабиясы әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші және экспорттаушы болып табылады және әлемдегі ең үлкен мұнай қорына ие. 2021 жылдың қазан айындағы деректерге сәйкес, Сауд Арабиясы тәулігіне шамамен 10 миллион баррель өндіреді. Бұл жалпы әлемдік өндірістің шамамен 10%-ын құрайды. Ал бір баррелінің бағасы шамамен 70 ақш долларын құрайды. Бұл Сауд Арабиясының күн сайын мұнайдан шамамен 700 миллион ақш доллары кірісін ала алатынын білдіреді. Бұл Сауд Арабиясының мұнай кірісі елдің жалпы кірісінің 80%-дан астамын құрайды және корольдік отбасының негізгі табыс көзі болып табылады. Сауд Арабиясының корольдік отбасының мұнайды бақылауы Сауд Арамко мемлекеттік кәсіпорны арқылы жүзеге асырылады. Ол әлемдегі ең ірі мұнай компаниясы және ең құнды компания болып табылады. Оның нарықтық құны 2 триллион ақш долларын құрайды. Сауд Арамконың меншігі толығымен Сауд Арабия үкіметіне тиесілі және Сауд Арабиясының үкіметі шын мәнінде корольдік отбасының бақылауында. Бұл Сауд Арабиясының корольдік отбасы Сауд Арамко кірістері мен активтерін ешбір бақылаусыз немесе шектеусіз қалағандай бақылай алатынын білдіреді. Мұнайдан басқа, Сауд Арабиясының корольдік әулетінің басқа да байлық көздері бар. Мысалы, инвестиция, бизнес,
жер және асыл металдар қатарлы. 2021 жылдың қазан айындағы деректерге сәйкес, Сауд Арабиясының корольдік отбасы ауқымы 430 миллиард ақш долларын құрайтын әлемдегі ең ірі тәуелсіз әл-ауқат қоры, мемлекеттік инвестициялық қордың (PEF) иелігінде. Әртүрлі салаларға инвестиция салу, соның ішінде технология, энергетика, ойын-сауық, туризм және спорт қатарлылар. Сондай-ақ Сауд Арабиясының корольдік отбасында Kingdom Holding Company сияқты бірқатар жеке инвестициялық қорлар мен компаниялар бар. Оның негізін қалаушы және негізгі акционері әйгілі Байханзада Валид бин Талал. Оның активтеріне Apple, Twitter, Fox және Disney сияқты танымал компаниялардың акциялары, сондай-ақ Париждегі Four Seasons қонақ үйі және Лондондағы Savoy қонақ үйі сияқты сәнді қонақ үйлердің меншігі немесе ішінара иелігі кіреді. Адам құқықтары мен сөз бостандығы сияқты мәселелер төңірегіндегі қайшылықтарға қарамастан, Сауд корольдік әулетінің орасан зор қаржылық ресурстары мен ықпалы жаһандық энергия нарықтары мен геосаясатқа маңызды ықпал етуге толықтай қабілетті. Үшінші, Кох әулеті. Америка құрама штаттарынан шыққан Кох әулеті өзінің үлкен корпоративтік империясымен ғана емес, сонымен қатар американдық саясатқа және құндылықтар үшін күреске кеңінен араласуымен танымал. Кох әулеті ұзақ уақыт бойы әлемдегі ең бай отбасылар тізімінің басында болды. Олар басқаратын Koch Industries, Америка құрама штаттарындағы ең ірі жеке компаниялардың бірі. Химиялық отыннан бастап, күнделікті тұрмысқа қажетті заттарға дейінгі көптеген саланы қамтитын бизнес ауқымы кең, азық-түлік, киім-кешек, баспана, көліктен бастап барлығын қамтиды деп айтуға болады. Осы топтың әлемнің 60-тан астам елдері мен аймақтарында 100 мыңнан астам қызметкері бар. Олардың жылдық табысы 100 миллиард ақш долларынан асады. Koch Industries мұнай энергиясының арқасында бай болғанымен, көптеген әулеті компаниялар сияқты ол ешқашан акцияларға шықпайды. Koch индустриясы басқа адамдардың капиталымен бақыланбайды, бірақ ол американдық саясатты басқару үшін өз капиталын пайдаланады. Отбасылық көшбасшы Чарли Кохтың либералды философиясы бойынша Koch индустриясы Америка құрама штаттарындағы ең күшті лобби ұйымдарының біріне айналды. Олар заңгерлер мен лоббистердің үлкен топтарын үкімет саясатына, әсіресе мемлекеттік субсидиялар мен ережелермен тығыз байланысты лобби жасау үшін пайдаланады. Монополия жағынан қос қолымен тіреп тұр деуге болады. ақш-тың мемлекеттік салық есептері Koch индустриясы 1998 жылдан бері лоббиге 50 миллион доллар жұмсағанын көрсетеді. Сонымен қатар компанияның саяси әрекет жөніндегі комитеті саяси науқандарға шамамен 8 миллион доллар бөлді. Koch әулеті тәуелсіз болып көрінетін бірқатар ұйымдарды құрды, бірақ консервативті тұлғаларды өсіру үшін жасырын түрде ақша салды және осы адамдарға сайлауға көмектесу үшін Koch әулеті бақылайтын қорлар арасында саяси байланыстарды пайдаланды. Ең көз тартатыны американдық өркендеу қоры. Ол Koch индустриясы тен миллиардтан астам қаржы алды. Дәл осы ұйым Tea Party қозғалысын бастады және ақырында республикалық партияны бақылауға алды. Қоғамдық ортада салыстырмалы түрде төмен болғанымен, Koch әулеті Америка құрама штаттарының әлеуметтік, экономикалық және саяси салаларында үлкен ықпалға ие. Олардың іскерлік империясы мен саяси қызметі Америка құрама штаттарында және тіпті бүкіл әлемде үлкен әсер қалдырды. Екінші, Ротшильдтер әулеті. Ротшильдтер әулеті әрқашан жер бетіндегі ең бай әулет, сонымен қатар жер бетіндегі ең жұмбақ әулеті ретінде белгілі. 19 ғасырдың өзінде бұл отбасы дүниедегі байлықтың 50%-дан астамын басқарды. Оның активтері 50 триллионнан асады. Ол 510 Билл Гейтске, 1123 Джек Маның байлығына тең. Бұл отбасының тарихын 18 ғасырдан бастауға болады. Сол кезде еуропалық князьдер мен дворяндар арасында әртүрлі елдерден көне монеталар мен медальдарды жинау кенеттен танымал болды. Бірақ бұл ежелгі монеталар мен медальдардың көпшілігі соғыс даласының қалдықтарынан шыққан. Сондықтан Мейер Ротшильд осы мүмкіндікті пайдаланып, күн сайын жұмыстан кейін мәйіттерді қазу үшін соғыс даласының қалдықтарына барады. Көпшілік оның қоқыс жинаушыға ұқсатып күлгенімен, қолындағы көне тиындарды антиквариат дүкенінде құнды бағаға сатуға болатынын білетін, ол келемежге мән бермеді. Осылайша Мейер өзінің алғашқы мол табысын қабір қазып, мәйітті қазу арқылы жасады. Оның іскерлік қабілеті мен зерделі ақыл ойын 5 ұлы да мұра етті. Бұл 5 ұлды Мейер Еуропадағы 5 ірі державаға жіберді. Олар Еуропаның әр бұрышында Ротшильд банктерін құруды бастады және бұл банктерді ұлғайтып және күштетті. Еуропаның әртүрлі елдерінде тұратын 5 ұл бірігіп, бір-бірімен ақпарат алмасады. Еуропадағы валюта бағамының айырмашылығын ақша табу үшін пайдаланады және Еуропаның қаржы саласын гүлдендірді. Дегенмен үлкен байлық жасап, еуропалық және американдық экономиканың өмірлік желісін басқара отырып, Ротшильдтер отбасы басқа қаржылық олигархтар сияқты қоғамда белсенді емес. Оның орнына олар өздерін әрқашан жұмбақ күйінде қалтыра берді. Айта кетейік, Ротшильдтер әулеті еврей әулеті. Біз бәрімізге белгілі, еврейлер әрқашан өздерінің ақылдылығымен танымал болған. Шындығында, олар капиталмен ойнау арқылы ақша табуда одан да жақсы. Демократиялық партия Морган әулетіне жатады.
ал республикалық партия Рокфеллер әулетіне жатады деген әйгілі сөз бар. Бірақ Морган әулеті мен Морган да бір кездері Ротшильдтер әулетіне жататын. Тіпті Уолл-стриттің артында тұрған нағыз қожайындар Ротшильдтер отбасы деп есептейтін қастандық теоретиктері де бар. Трамп жиі айтатын көлеңкелі үкімет шын мәнінде қаржылық монополияға қол жеткізген Ротшильдтер отбасы болса, бұл туралы ойлаудың өзі қорқынышты. Бірінші Уолтон әулеті. Уолтондар әулеті бұл атаудың артында әлемдегі ең үлкен бөлшек сауда империясы Уолмартты білдіреді. Сэм Уолтон 1962 жылы Арканзас штатының Роджерс қаласында бірінші Уолмартты ашқаннан бері отбасы бөлшек сауда саласында өшпес із қалдырды. 10 жылдық дамудан кейін Уолмарт әлемдегі ең ірі бөлшек саудагерге айналды және әлемдегі адамдардың көпшілігінің күнделікті өмірімен тығыз байланысты болды. Қазіргі уақытта Уолмарттың әлемнің 28 елінде және аймағында 11 мыңнан астам дүкені бар. Оларда 2,3 миллион астам адам жұмыс істейді. Уолтон әулетінің байлығы ғажайып қана емес, сонымен бірге тоқтаусыз өсіп келе жатыр. Олардың жалпы активтері $200 миллиард жетті. Forbes журналының мәліметтері бойынша, бұл сан Азияның ең бай адамы Ликаның $150 миллиард әлдеқайда асып түседі. Әулеттің байлығы негізінен Уолмарт капиталынан келеді. Олардың төмен баға стратегиясына және басым бәсекелестерге негізделген бизнес моделі бөлшек сауда саласын түбегейлі өзгертті. Сонымен бірге олар басқа кәсіпорындар мен инвестициялық жобаларда да маңызды үлестерге ие. Осы уақытқа дейін Уолмарт 2023 жылы $611,3 миллиард ақш долларын құрайтын табысымен әлемдегі ең жоғары табысы бар компаниялардың арасында бірінші орында тұр және оны қатарынан 10 жыл бойы жасады. Бизнес саласына қоса, Уолтон әулеті қайырымдылық индустриясында да үлкен жетістіктерге жетті. Олар Уолтон әулеті қоры арқылы миллиардтаған долларды құрайтын қайырымдылық көмектермен білім, медициналық көмек және қоршаған орта салаларындағы жобаларды қолдайды. Бұл ғана емес, әулеттің мүшелерінің өмір салты да өте қарапайым. Негізін қалаушы Сэм Уолтон бір кездері ақштың Бентонвилл қаласында тозығы жеткен шағын жүк көлігімен жүретін. Оның өмірі өте қарапайым болды. Уолтон әулеті американдық саясат саласында да маңызды ықпалға ие. Олар көптеген саясаткерлерді қаржыландырды, ақш үкіметімен тығыз байланыста болды және көптеген саясаттар мен қоғамдық істерді қалыптастыруға қатысты. Бірде Fortune журналы Баффет пен Гейтсті ұмытыңыз, ақш экономикасына шынымен де әсер ететін Уолтон әулеті деп түсіндірді. Тұтастай алғанда, Уолтон әулеті әлемге әйгілі бөлшек сауда империясын құрып қана қоймай, бизнес, қайырымдылық және саясат салаларында терең із қалдырды. Олардың тарихы бизнестегі табандылық пен табысқа ұмтылуындағы аңызға айналған тарау екені сөзсіз. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.